Самғау жастар сыйлығы. Мен осы сыйлыққа неге лайықтымын? Бұл туралы сәлден соң айтатын боламын. Алдымен өзімді мақтағаннан гөрі өзгенің пікіріне құлақ асқанды жөн санадым. Рыскелді өзі оқып жүргенде халық газетіне іс-тәжірибеден өтуге келген 3-4 курс студенттеріне жетекші болатын. Ол жайлы не айтсам екен дегенде ең бірінші есіме түскені осы болды. Шығармашылығы жайлы әріптестермен әдеби орта жақсы білет деген ойдамын, өзіндік оқырмандарда қалыптасып үлгерді. Осы күні халық газетінің тілшісі және халықлайн.kz сайтының редакторы жұмысын қатар алып жүр. Қоғамдық негізде Қызылорда облысының Тоғызқұмалақ зияткерлік қауымдастығының баспасөз хатшысы қызметінде атқарады. Самғау сыйлығы байқауымен ережесі жарияланған күні-ақ таныстым. Мен осы сыйлыққа неге лайықтымын деген сұраққа бір ғана жауабым бар. Байқаудың өткізілу талабына, тәртібіне сай келетінімді байқадым және журналистика жанрында өзімді көрдім.